Сахабалардың пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам деген махаббатының жалпы көріністері. Сөзсіз, сахабалардың пайғамбарымызға деген махаббаты саллаллаху алейхи уассалам өзгелердің махаббатына қарағанда әлде қайда орасан. Себебі олардың махаббаты пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам көзбен көріп пайда болған махаббат. Олардың махаббаты көзбен көрмей, тек есту арқылы болған жоқ. Тіпті исламды кейін қабылдаған сахабалардың да Алла елшісіне деген сүйіспеншілігі өте үлкен болған. Олар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кемелдігі мен ізгілігін көзбен көргендіктен оны жоққа шығармаған. Бірақ олардың исламды кеш қабылдауына жахилияның қызбалығы мен ата-бабаларымен мақтаныш тосқауыл болды. Алайда сол қызбалық жойылған кезде олар иман етіп, имандары пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам деген махаббаттарын күшейтті. Әрі оның саллаллаху алейхи уассалам жолында малы мен жандарын пида қылды. Мысалы, сахаба Амр ибн Ас, Алла одан разы болсын, мен үшін пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам артық ешкімі жоқ деп Алла елшісіне деген шексіз сүйіспеншілігін білдірді. Тағы бір мысал ретінде Халид ибн Уалидті, Алла одан разы болсын, айтуға болады. Тура жолға келіп, исламды қабылдап, өз жанын Алла мен оның елшісінің жолында құрбан етті, саллаллаху алейхи уассалам. Тіпті Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оны Алланың қылышы деп атады. Халид өлім сәтінде жатқанда Алла жолында 100-ден астам соғыс көрдім. Денемнің әр жерінде не қылыштың, не найзаның, не жебенің ізі бар. Алайда қазір төсекте жатып, жан тапсырғалы тұрмын. Қорқақтардың көзі әлі де ұйықтамады деген. Сахабалардың бұған ұқсас оқиғалары өте көп. Жекелеген сахабалардың да оқиғалары сенімді хабарлар арқылы бекітілген. Сол себепті оларды ықшамды түрде келтіруді жөн көрдім. Алдымен сахабалардың ахуалына тоқталсақ, олар меккелік кезеңде адам төзгісіз азаптарға тап болды. Олар Алланы еске алу арқылы, таухид сенімі арқылы бұл азаптардың бетін қайтарып отырды. Біләл азапталып жатып, жалғыз, жалғыз деп дауыстап айқайлаған. Сол арқылы азаптың ащы дәмін иман мен Алла және оның елшісіне саллаллаху алейхи уассалам деген махаббат арқылы жеңді. Біләл болсын, басқа да сахабалар болсын, мүшриктерден қаншалықты қиын азап көрсе де, көргендеріне еш қаймықпаған.